Қараш бидің тапқырлығы. Балқаш бойын мекендейтін арғында ұзақ дейтін батыр болыпты. Сол әлде бір егеспен іленің оң жағындағы жалайырдың байшегіріндегі бір қарт бидің тігерге тұяғын қалдырмай бар малын барымталап айдап кетіпті. Артынан іздеп барған жоқшыларды қайта-қайта сабап қуып жібереді екен. Содан іленің бойында Қаралы көпір деген жерде отырған байшегір биі кісі салып Қарашқа сәлем айтыпты. Сәлемінде атқа қонып дау-даулайтын жайым жоқ, 1000-ға тарта кәдімгідей үлкен қол жинап қойдым. Босқа қан төгіспелік. Сен арағайын болып ұзаққа барып есемді алып бер депті. Қараш қарт бидің сәлемін қабыл алып жолға шығуға бел байлайды. Бірақ нөкерлікке 4-ақ адам алыпты. 4-ші адамы Ерезен Мастақтың 14 жасар баласы Қажан екен. Бала болғанмен етженді, сүйекті болса керек. Оның әкесі Мастақ та, ағасы Ақжол да Балқаш бойынан жолбарыс алып жүрген кісілер екен. Қажан ағайынды 2 жігіттің кішісі екен. Ұзақ батырдың ауылына жеткенде Қараш би атқосшы болып жүрген Қажанға: балам, сен үйге кірме, ертоқым мен аттарымызға қара. Бұлар бізді сыпырып алып, жаяу қалдырып жүрмесін. Мен өзім шақырмай келме, деп ескертіп сыртта қалдырыпты. Ұзақ батыр ол кезде аты шығып қалған Қараш биді жақсы қарсы алыпты. Жалайыр байшегірге қатысы жоқтығын, ара ағайындықпен келгенін сезсе керек. Қонақ етіп алдына астаумен ет тартыпты. Іштің жыланын қайтарып, мол етті сен же, мен же десіп отырғанда, ұзақ батыр: ей, мынау қонақтардың сыртта қалып қалған адамдары жоқ па? Десе, қызметшілері: бір бала бар. Тарыдан 2 асап, қасықты төңкеріп, қайтарып, Қараштың алдына қойыпты. Сонымен таңғы ас ішіліп болып, 2 жақ бір-біріне амандық саулық тілесіп, Қараш баба еліне қайтады. Сонда жолда бірге келе жатқан серіктері: ой, осыны да би деп әкелдік пе? Бітірген түгі жоқ, деп күңкілдесіпті. Қараш би жолай Қаралы көпірде отырған байшегірдің қарт биіне жолығып: малыңның көзі барының көзі келеді, көзі жоғының құны келеді, депті. Қараш би ұзақ батырмен бар дауды бір қасықпен ғана шешкен екен. Мәнісі, Қараш бабамыз тарыны бір асап, қасықты ұзақ батырдың алдына қойғаны: сен осы маңдағы рулардың шырқын бұзып, осылай барымталап жей бересің бе, жоқ әлде доғарасың ба деген екен. Алдыңғы кеште жолбарыс киелі Қажан баланы соңынан кіргізуі ұзақ батырдың сесін қайтару көрінеді. Әрі сөйтіп үлкен қолдың соғысуға дайын тұрғанын да аңғартқан. Асқанға тосқан болатынын сезген ұзақ батыр алдына қойған қасықпен 2 рет асап, оны төңкеріп қайтарғаны: мына тіршілікте көршілерге істеген қиянатым жетер, мен енді осымен доғарып алғанымды қайтарайын, сонымен іс тамам болсын, деген екен. Сөйтіп Қараш баба үлкен дауда бір қасықпен ақ шешіпті. Осы мысалдың өзі-ақ Қараш бидің тапқыр, саясаткер, әділ төреші,